сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 6 сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы Зевс мүсіні. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініңіз, детальді ақпаратты анықтаңыз деп аталады. Оқушылар, сабағымызды бастаймыз. Кіріспе бөлімге назар аударайық. Ой қозғау әдісі. Қазіргі таңда Британ ұлттық мұражайында сақталған ескерткіш. Өз атын тарихта қалдырғысы келген Герострат балшық аяқты мүсін. Ешқандай механизм қолданбай 100 000 қол 20 жыл бойы жасаған құрылыс. Адамзат тарихында махаббатқа орнатылған ғажап белгінің символы. А. Радостағы алып мүсін. Артемида ғибадатханасы. Б. Салтанатты Галикарнас. В. Семирамида бағы. Д. Египет пирамидалары. Ал осы сөздерге сәйкес келетін сөйлемді тауып сәйкестендіріңіз. Оқушылар, сәйкестендіріп болдық па? Мен сіздерді бұл жаттығуды орындай алады деген ойдамын. Дұрыс жауапты тексеріп көрейік. Дұрыс жауабымен тексеріп көрейік. Бірінші, қазіргі таңда Британ ұлттық мұражайында сақталған ескерткіш. Б. Салтанатты Галикарнас. 2. Өз атын тарихта қалдырғысы келген Герострат Артемида ғибадатханалары. 3. Балшық аяқты мүсін. А. Радостағы алып мүсін. 4. Ешқандай механизм қолданбай 100 000 қол 20 жыл бойы жасаған құрылыс. Египет пирамидалары. 5. Адамзат тарихында махаббатқа орнатылған ғажап белгінің символы. В. Семирамида бағы. Сіздерді дұрыс орындады деген ойдамын. Енді негізгі бөлімге назар аударайық. Оқушылар, суретте не көріп тұрмыз? Зевс, Мынау берілген кішігірім мәтінді оқып шығайық. Оқып болсаңыздар, яғни бұл негізгі бөлім. Ежелгі Грекия екен. Ал оқушылар, оқып болсақ, бірінші тапсырманы назар аударайық. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беру арқылы детальді ақпараттарды анықтап түсіндіріңіз. Зевс мүсіні қайда орналасқан? Мүсінді неден жасаған, яғни мүсінді сомдаған кім? Зевс мүсіні қай жерге көшірілген? Сен өртеніп қалды. Мүсін негізгі неден жасалады? Ал оқушылар, сіздерді осы 4 сұраққа өте керемет жауап берді деген ойдамын. Енді бағалау критерийі және дескриптор назар аударайық. Бағалау критерийі. Мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтаңыз, түсіндіріңіз. Дескриптор. Сұрақтарға жауап беріп, детальді ақпаратты түсіндіріңіз және жазыңыз. Ал оқушылар, бірінші тапсырма бойынша бағалау критерийі, дескрипторды түсініп болсақ, бірінші тапсырманы сіздер әп-сәтте орындады деген ойдамын. Енді бірінші тапсырманың шешулерін білейік, яғни дұрыс жауаптарын. Сұрақтарға жауап беру арқылы детальді ақпаратты анықтап түсіндіріңіз. Зевс мүсіні қайда орналасқан? Ежелгі Грекияда, Олимп тауында. Мүсінді сомдаған кім? Афиналық мүсінші Фидий. Зевс мүсіні қай жерге көшірілген соң өртеніп жоқ болды? Константинополь қаласына. Мүсін негізі неден жасалады? Ағаштан жасалады екен. Ал оқушылар, өте керемет орындады деп ойлаймын сіздерді. Ал оқушылар, дұрыс жауабыны өздеріңіздің дәптердегі тапсырмаларыңызбен салыстырып дұрыс деген ойдамын. Ал оқушылар, біз бірінші тапсырманы әп-сәтте оп-оңай қылып орындадық. Енді екінші тапсырманы назар аударайық. Мәтінге қатысты дұрыс және бұрыс ақпаратты анықтаңыз. Ал оқушылар 1, 2, 3, 4, 5, яғни
бұл бесеуін бірінші оқып аласыздар, ал одан кейін дұрыс немесе бұрыс белгісін белгілейсіздер. Сондай-ақ бірінші бұларды зерттеп оқып, яғни кітаптарыңыздан тауып алып, одан кейін барып белгілесеңіздер, сіздерде дұрыс жауап шығуы мүмкін. Яғни дұрысқа плюс қоясыздар, бұрысқа минус қоясыздар. Келесі екінші тапсырма бойынша бағалау критерийі және дескриптор. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініңіз және детальді ақпаратты анықтаңыз. Дескрипторы: мәтін мазмұнына түсініп оқыңыз, мәтінге қатысты дұрыс-бұрыс ақпараттарды табыңыз. Ал оқушылар, сіздерді екінші тапсырма бойынша бағалау критерийі және дескрипторды біліп алдық. Енді екінші тапсырманың дұрыс жауаптарын көрейік. Біріншісі бізде дұрыс екен, ал екіншісі бізде бұрыс екен, яғни дұрыс емес екен. Үшіншісі дұрыс екен, төртіншісі дұрыс емес екен, бесіншісі дұрыс екен. Сіздерді де дәл осылай орындады деген ойдамын. Ал оқушылар, екінші тапсырманы әп-сәтте оп-оңай қылып орындап шықтық. Ал енді екінші тапсырманы және бірінші тапсырманы орындап болсақ, келесі суретке назар аударайық. Ал оқушылар, келесі суретке назар аударайық. Мен сіздерге қорытынды бөлімді істедім. Қорыта келгенде, біз бүгінгі сабағымызда зәвіз мүсіні тақырыбы бойынша біраз мағлұмат алдық. Тақырыпта көрсетілген мәтінмен жұмыс жасап, оқу мақсатына сай мәтіндегі детальді ақпараттарды анықтадық. Оқушылар, сабағымыздың қорытындысы бөлімінде жаңа тақырыпты бекіту мақсатына үй жұмысы беріледі. Үй тапсырмасы: шағын эссе, зәвіз мүсіні өз қиялыңмен сипаттап жазыңдар. Бірге бөлек дефис жазылатын сөздермен кірістіруге тырысыңдар. Ал оқушылар, сіздермен болған мен Арайка Есімхан. Ал оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.